Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі музыкалық саяхатымыз халық ертегілеріне арналады. Қазақтың халық ертегісі Ақсақ құлан. Ертеде бір қатал ханның жалғыз баласы нөкерімен аңға шығады. Хан баласы атқан садақ оғы жас құланға тиеді. Оның енесі қарсы шауып келіп баланы теуіп өлтіреді. Нөкерлері баласы туралы ханға айтуға батпайды. Ханның жүрегі жаманшылықты сезеді. Кімде-кім баламды өлді десе, көмейіне қорғасын балқытып құйдырамын дейді. Нөкерлер сол елдегі атақты күйшіге өтініш айтады. Күйші хан алдына келіп күй тартады. Қайғылы хабарды күй тілімен жеткізеді. Хан домбыраның шанағына қорғасын балқытып құйдырған екен. Домбыра бетіндегі ойық содан қалыпты. Балалар, енді фольклорлық этнографиялық ансамбль Тұранның орындауында осы көркем шығарманы тыңдайық. Кімде-кім ұлымның өлімін естіртсе, көмейіне қорғасын бұян.
жанагына коргасынды. Пауза музыкадағы кідіріс. Паузаның ұзақтығы дыбыстың ұзақтығымен бірдей. Төрттік пауза төрттік нотаның ұзақтығымен бірдей. Сегіздік пауза сегіздік нотаның ұзақтығымен бірдей. Ашамайға мінгізу қазақы тәрбиелік мәні бар салт. Бала ат құлағында ойнайтын ер азамат болып өссін, елінің қорғаушысы болсын дегенді білдіреді. Ертеден келе жатқан дәстүрлердің бірі ашамайға мінгізу. Сәби дүниеге келгенде оған атасы немесе тойға келген туыстары тай атайды. Мұны бәсіре беру дейді. Бәсіре баланың көңілін өсіреді. Міне баланы осы бәсіре тайға мінгізіп, ата-анасы той жасайды. Бұл тойды ашамай той дейді. Балалар, қазір ақын боламын атты ойынды ойнап, өлең құрастырайық. Атты танып білемін ашамайға. Бәрекелді. Сонымен құрастырған өлеңіміз былай боп шықты. Атты танып білемін ашамайға мінемін. Бүгінгі саяхатымыздың жарқын бір сәті бұл жұмбақ шешу ойыны. Ендеше қазір жұмбақ шешейік. Желден жүйрік жүрісі, балдай тәтті қымызы. Бұл қай түлік? Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар балалар.